Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы ұлттық экономикалық саясат. Большевиктердің қиын экономикалық саясаты неғұрлым елге өте қиын жағдай тудырды. Бірінші халық шаруашылығы және азаматтық соғыстар мен шетелдік әскери интервенциясымен бұзды. Мен соғысты ғана емес, сонымен бірге экономикалық және саяси дағдарысқа әкеліп соғуын мойындауым керек еді. Яғни соғыс коммунизмге. Бұлар қирау, мұқтаждық, қорлау, азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін қалыптасқан жағдайды Владимир Ильич Ленин бұлай сипаттады. Қазақстанның өте қиын жағдайға тап болды. Қазақстандағы 307 мемлекет меншігінде 250 кәсіпорындары белсене қызмет атқармады. 1913 жылмен салыстырғанда Қазақстанда мұндай өндіру 4 есеге, Қарағанды көмірі 5 есеге қысқарылды, ал мыс кені өндіру мүлдем тоқтатылды. Мұнда кен орындарды Тоналап және Риддер кен орындары, Екібастұз көмір шахталары, Спас байыту фабрикасы істен шықты. 1920 жылда облыстың халық шаруашылығының жалпы өнімдегі өнеркәсіптің үлесі небәрі 6,3 құрады. Темір жолдары отынның жетіспеуіне және жолдардың бұзылуына байланысты жұмыс істемеді. Республиканың ең алдымен мал шаруашылығы, кейін ауыл шаруашылығы құлдырауға ұшырады. Мал басы 10 миллионнан астамға азайды. Орал губерниясындағы егіс алқаптары 2 есе, ал Жетісудегі 3 есе күрт азайды. Шаруашылық қиындықтары 1921 жылы егіннің құлдырауы және соның салдарынан Қазақстанның едәуір қамтыған аумағы аштықпен күрделене түсті. Нәтижесінде ауыл мен ауылдардың тұрғындары наразылық білдіре бастады. 1920 және 1921 жылдары Семейде, сонымен бірге Қостанай, Ақмола, Петропавловск, Көкшетау уездерінде наразылық ошақтары күшейе бастады. Олардың ұрандары коммунистерсіз кеңес үкіметі үшін артық бағамен төмен, азық-түлік диктатурасымен бірге деген болды. Соғыстың қиын жағдайында дамыған жұмысшы табы мен шаруалардың әскери саяси одағы қауіп-қатерге душар болды. Оларды байланыстыратын алдыңғы экономикалық базасы жеткіліксіз болып шықты. Жұмысшылар мен шаруалар арасында және қала мен ауыл арасындағы экономикалық байланыстардың жаңа формалары өте қажет болды. РКП 10-шы съезінде 1921 жылы наурызда Ленин жаңа экономикалық саясат ұсынды. Бұл дағдарысқа қарсы бағдарлама болды. Оның мәні салалы экономиканы қалпына келтіру және большевиктік үкіметтің қолында көшбасшылыққа сақтай отырып, капиталистердің ұйымдастырушылық техникалық тәжірибесін пайдалану болды. Қоғамдық негізгі саяси және экономикалық басқару мемлекет қолында болды. Мемлекеттік сектордың өнеркәсібінде орталықтандырылған қаржы жүйе және сыртқы ауданның монополиясы болды. Ұлттық экономикалық саясаттың басты саяси мақсаты әлеуметтік шиеленістерді жою, жұмысшылар мен шаруалардың одағын түрінде кеңес өкіметінің әлеуметтік базасын нығайту болды. Экономикалық мақсат бұл апаттың одан әрі шиеленісіне жол бермеу, дағдарыстан шығу және шаруашылықтың қалпына келтіру. Әлеуметтік мақсат әлемдік төңкерістен күтпестен социалистік қоғам құру үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуі. Ұлттық экономикалық саясатқа көшу бүкілресейлік орталық атқару комитетінің және халық комиссарлар кеңесінің қаулыларымен 1921 жылы желтоқсанда 19-шы бүкілресейлік кеңестердің шешімдерімен заңдастырылды. Ұлттық экономикалық саясат және әлеуметтік саяси шаралар кешенін қамтыды. Олар соғыс коммунизмі принциптерінен жеке кәсіпкерлік жандандыру, ішкі сауда бостандығын енгізу және шаруалардың кейбір талаптарын қанағаттандыру принциптерінен кетуді ойластырды. Жаңа экономикалық саясаттың енгізілуі, яғни іске асырылуы, ауыл шаруашылығындағы артық егін азығын азық-түлік салығына алмастырумен басталды. Ол егін егетін компаниялардың алдында орнатылған және жыл ішінде өзгермеді және іске 2 есе аз болды. Мемлекеттік жеткізілімдері орындалғаннан кейін өз шаруашылығының өнімдерін еркін сатуға рұқсат етілді. Бұл шаруашылықтың өнімін ұлғайтуға материалдық ынталандыруды жасады. Ұлттық экономикалық саясатының келесі қызметтер мыналар болды. Еңбек қызметі жойылды, сауда еркіндігі болды, жерді жалға берді, жалдамалы жұмыс күшін пайдалану рұқсат етілді, ынтымақтастықты дамытуға ынталандырылды, кейіннен өзін-өзі қаржыландыруды қолданыла бастады. Өнеркәсіптік өндіріс саласында түбегейлі өзгере басталды. Ең алдымен өнеркәсіптің жалпы мемлекет меншігінде алу туралы декрет жойылды.
Енді шағын және тіпті орта кәсіпорындардың бір бөлігі қайтадан жеке қолдарға берілді, ал кейбір ірі өнеркәсіптің кәсіпорындарының жеке тұлғалары жалға беруге рұқсат толықтай алды. Сондай-ақ шетелдік капиталды аралас акционерлік қоғамдарды және бірлескен кәсіпорындарында тарта отырып концессияларды құруға рұқсат етілді. Жалақы жүйесін реформалау, яғни жалақы тарифі жүйесі енгізілді. 1922 жылы ақша реформасы жүргізіліп, оның нәтижесінде елді қатты ақша берілгені енгізіліп, әлемдік валюта нарығында жоғары бағаланған кеңестік червонецтер, яғни 10 рубль айналымға енгізілді. Жаңа экономикалық саясатына сәйкес көлік байланысы жүйелері мен коммуналдық қызметтерді пайдаланған үшін төлемақы алынды. 1921 жылдың жазында Қазақстанда қатты құрғақшылық болды. Барлық дерлік егін, Орал, Орынбор, Ақтөбе және Қостанай облыстарында жойылды. Республикада аштықтан зардап шеккендердің саны 2 миллионнан астам адамға жетті. Ауыл шаруашылығының апаты 1923 жылғы егінге дейін жалғасты. 1922 жылы Қазақстан халқының саны 1922 жылынан 1914 жылмен салыстырғанда 1 миллион адамға қысқарды. Жаңа экономикалық саясат 20 жылдардың ортасында өз нәтижесін берді. 1925 жылға қарай шаруашылық негізі толық қалпына келді. Өнеркәсіп өндірісінің жалпы деңгейі соғысқа дейін деңгейді шамамен 2003-ін құрады. Кәсіпорынның 60%-дан астам іске қосылды, транспорт қалпына келтірілді. Егістік алаңы 3 миллион гектарға жетті. Соғыстан бұрын жалпы астық жинау деңгейі қалпына келтірілді. Ал мақтаның жалпы өнімі соғысқа дейін кезеңнен асып түсті. 1922 жылмен салыстырғанда мал басы 2 есе өсіп, 26 миллион мал бастан асты. Ойыл, темір, Куяндин және тағы басқа да сияқты жәрмеңкелер қалпына келіп, және олардың барлығы 128 сауда көлемі 23 миллион рубль болды. Кеңес өкіметінің жер мәселесіндегі патша саясатының ауыр зардаптарын жою жөніндегі шаралар Қазақстанның жұмыс істейтін халқының өміріндегі маңызды рөл атқарды. Осыған байланысты 1921 және 1922 жылдары Қазақстанда жер-су реформасы жүргізілді. Оның мәні Сібір және Орал казак әскерлері үшін басып алынған қазақ жерлерін Ертіс пен Оралды сол жағалауына, сондай-ақ Жетісу мен оңтүстік Қазақстандағы жерлерге қайтару болды. Жалпы шаруалар 1 миллионнан 385 мың гектар астам жерді пайдалануға алды. 1921 жылы сәуірде Сібір және Орал патшалық биліктің қазақ әскерлерінен берілген жерлер жұмыс істейтін қазақтарға қайтару туралы жарлық шығарылды. Осы жарлыққа сәйкес қазақ шаруалары Ертіс бойындағы 177 мың гектардан астам жерді және Жайықтың сол жағалауында 208 мыңнан астам жерді алуға тура келді. Сонымен қатар бұрынғы офицерлік және еркін қоныс аудару учаскелері есебінен Жетісу мен оңтүстік Қазақстанның қазақ және орыс халқына жер беру үшін ауданы 1 миллионнан астам жер қоры құрылды. Аграрлық қайта құру 1916 жылы Қытайға қоныс аударған 300 мың босқындылардың әлеуметтік экономикалық жағдайының оралуына және нығаюына ықпал етті. Алайда реформаны жергілікті жерде жүзеге асыру барысында қателіктер мен артық әрекеттер де жасалды. Сонымен қатар кейде шаруа қожалықтары өз жерлерін жоғалтып алуға бет бұрды. Отаршылықты жұдырықтау кезінде көбіне қоныс аударушыларын жиі жатқызып, бұл қоныс аударушылар мен тұрғылықты халық арасында ұлттық араздықты тудырды. 1921 жылы жер реформасына белсене қатысқан қосшы кедейлерді одағы құрылды. 1921 және 1922 жылдарында жер-су реформасы қазақ және орыс жұмысшыларын бейбіт құрылысқа тұруға ықпал етті. Аграрлық қатынастар саласындағы патшалықтың отаршылық саясатына соққы берді. Қоныс аударушылар кулактардың экономикалық күшінен нұқсан келтірді. Қазақ ауылдағы патриархалды және феодалды негіздері әсерлетті. Жер-су реформасы мәні қазақ жерлерін қайтару болды. Сонымен бір республикада құрамында барлық қазақ жерлерінде біріктіру және халқының тарихындағы маңызды кезең болды, және сол кезеңдегі қиындықтарға қарамастан қазақ мемлекетін құруда өте маңызды рөлі болған екен.